Елімізде кей өңірде П деген сыныптар ашылып жатса, ал Көкшетауда дайын мектептегі қазақ сыныбына баратын бала жетпей жатыр. Ал Фейсбуктағы ақпаратқа сенсек, тіпті қазақ сыныбы ашылмай жатып жабылып жатыр екен. Арқаның кербез сұлу Көкшетауы деп Сәкен Сейфуллин сипаттаған Көкшетаудың бүгінгі жағдайы осы ма, әлде бұл кезекті фейк па? Бірге тексеріп көрейік. Ашық дерек көздерде Көкшетаудағы қазақ сыныптарына байланысты ақпарат таппадық. Осыдан кейін Ақмола облысы білім басқармасына ресми сауал жолдаған едік. Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің ақпаратына сай, 2025-2026 жыл оқу жылына Көкшетау қаласында 3264 бала мектеп табалдырығын аттаса, оның 1513-і қазақ тілінде оқытатын мектепке барған. Яғни Көкшетауда қазақ сыныбына бірде-бір бала бармаған деген ақпарат жалған. Сонда Көкшетауда қазақ сыныбына баратын бала жоқ деген ақпарат қайдан шықты? Таудың басы жаңадан салған 10-шы мектепте жатыр. Тараған ақпарат дәл осы мектеп жайында болған. Жаңадан салған мектепке биылғы оқу жылында қазақ сыныптарын ашуға бала саны жетпей қалған. Ал осы ақпаратқа байланысты кейбір парақшалар мен сайттар кликбейт тақырып қойып ақпаратты бұрмалап ушықтырып жіберген. Ал өңірдің тумасы журналист әрі экс-сенатор Жабал Ерғалиевтің айтуынша, 10-шы мектептің орналасқан жерінде өзге диаспора өкілдері көп болғандықтан қазақ тілінде оқытатын сыныпқа сұраныс болмаған дейді. Сол үшін де қазақ тілінде оқытатын бірінші сыныпқа ашылмай қалған екен. Осы ақпарат туралы жазған кейбір сайттар мен парақшалар жазбаны өшіріп үлгерген. Жалпы Ақмола облысында биыл оқу жылында 13350 бала бірінші сыныпқа барған. Өңірдегі 524 мектептің 518 мемлекеттік болса, 6-ы жеке меншік. Ал Көкшетау қаласындағы 27 мектептің 19 аралас тілде болса, 8-і толықтай қазақ тілінде білім береді. Сіздің ойыңызша солтүстік өңірде қазақ сыныптарын көбірек ашу керек пе? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.